сыйлықтың иегері Кері Әбділәбекқызы бастаған жоба. Сонымен қатар дұрыс қошап баптап қойыңыздар, бұл кісінің үлесі өте жоғары. Осы кісі бастаған жоба орындаушылары қазақ тілін оқытуды жаңа деңгейге көтеретін, заманауи технологияларды тиімді біріктіретін маңызды жұмысты атқарып келеді. Олар жасап жатқан платформа бұл цифрлық білім беру нарығында бәсекеге қабілетті, практикалық маңызы өте зор құрал деп айтсақ болады. Бүгінгі таңда ғылым мен білім бір-бірінен ажырамайды. Университет қабырғасына дүниеге келген кез келген ғылыми идеяның құндылығы оның нақты өмірге енуімен өлшенетіні мәлім. Осы тұрғыдан алғанда, құрметті студенттер, мынау ғылыми нәтижелерді коммерцияландыру зерттеушілеріміздің интеллектуалдық әлеуетін экономикалық әрі әлеуметтік тиімділікке айналдыратын маңызды тетік деп айтуға толық негіз бар. Ал білім беру стартаптары оқыту үдерісін жаңғыртып, цифрландырудың жаңа мүмкіндіктерін ашатын, педагогикалық тәжірибеге серпін беретін бастамалар. Жалпы орта білім беретін мектептер мен жоғары оқу орындарының ынтымақтастық байланысы негізінде мектеп мұғалімдер мен ғалымдардың бірлескен коллаборативті ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы инновациялық технологияларды пайдалана отырып, білім сапасын арттыру мақсатында мектеп пен университеттің байланысы күшейгенде ғана осындай жобалар шынайы нәтижесін береді. Университет ғылыми әлеует ұсынса, мектеп сол жаңалықтарды сынақтан өткізіп, жетілдіруге мүмкіндік беретін керемет тәжірибелік орта. Тураталық жобасы осы өзара сабақтастықтың жемісі болуға мол әлеуеті бар жоба деп айтамыз. Бұл болашақта мұғалімдерді даярлаудың сапасын арттыруға, мектептерде тілдік білім беруді жаңғыртуға ықпал ететін бастама. Оның бер жағынан қазақ тілін онлайн оқытуға арналған бірден-бір инновациялық платформа екенін жаңа айтып өттік. Институт ретінде, филология институты ретінде оның ішінде біз мектеппен бірлескен ғылыми тәжірибелік жобаларды дамытуға, мектеп пен жоғары оқу орындары арасындағы жаңаша ынтымақтастық байланысын нығайтуға, жас зерттеушілердің стартаптарына қолдау көрсетуге әрдайым дайын екенімізді айтамыз. Тағылымы мол, бүгінгі конференция осы ынтымақтастықты одан әрі тереңдетіп, жаңа идеяларға жол ашады деп сенемін. Конференция жұмысына сәттілік тілеймін, баршаңызға жемісті еңбек тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сөз қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының бағдарлама көшбасшысы, филология ғылымдарының кандидаты профессор Асанбаева Сәуле Асанбайқызына беріледі. Конференция қатысушылары, қадірменді әріптестер, қадірменді қыздарымыз, бүгінгі конференцияға қош келдіңіздер. Қазіргі білім беру жүйесінің басты талабы ғылыми нәтижелерді тиімді басқару және оларды әлеуметтік сұранысқа жауап беретін практикалық бөлімге айналдыру басты назарда. Тураталық жобасы осы талапты толық көрініс ретінде таныстыруға болады. Ол цифрлық технологиялардың көмегімен қазақ тілін оқытуды жеңілдетуге, даралауға және өзге ұлт өкілдерінің қажеттілігіне бейімделе жасалынған дүние. Біздің кафедраның ерекшелігі өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдерін даярлау. Бұл еліміздің тілдік саясатындағы аса маңызды бағыт. Болашақ мұғалімдеріміз әртүрлі тілдік ортада жұмыс істейтіндіктен, біз оларды кросс-мәдени коммуникацияға, инновациялық әдістемелерді қолдануға және цифрлық контентті тиімді пайдалануға үйретеміз. Біз өзіміздің қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығымен республика көлемінде мақтана аламыз. Олай дейтін себебіміз Атамекен ұлттық палата кәсіпкерлер палатасының Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орындарының рейтингісі бойынша қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті білім беру бағдарламасы бірінші орынды иеленді. Және біздің кафедрада дайындалатын білім беру бағдарламасы, филология білім беру бағдарламасы осы ұлттық палатаның рейтингісі бойынша төртінші орынға және докторантура бойынша филология білім беру бағдарламасы екінші орынды иеленіп отыр. Кафедра университеттегі ғылыми ізденістің негізгі орталығы. Оның бір бүгінгі дәлелі Тураталық жобасының авторы, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Ибраимова Лира Әділбекқызы біздің кафедраның ұстазы.
Біз теориялық зерттеулерді мектеп тәжірибесіне енгізуді негізгі мақсат етеміз. Өзге ұлт мектептерімен бірлесіп жүргізіп жүрген жобаларымыз қазақ тілін меңгертудің тиімді әдістерін іздеу ісінде елеулі нәтижелер беріп келеді. Қураталық соның логикалық жалғасы және заманауи көрінісі деп танимыз. Білім беру стартаптары оқыту үдерістерін жеделдетіп, жаңа форматтағы құралдар мен әдістерді енгізуге жағдай жасайды. Университеттің ғылыми әлеуеті мен мектептердің нақты сұранысы үйлескенде ғана мұндай жобалар нәтижеге жетеді. Қураталық та осы ынтымақтастықтың жемісті үлгісі болып табылады. Бүгінгі конференция ортақ мақсатымызды айқындап, тәжірибе алмасуға, бірлескен жаңа жобаларды бастауға мүмкіндік береді деп сенемін. Құрметті мектеп директорлары, құрметті ұстаздар, қадірменді қатысушылар. Сіздердің қатысуларыңыз осы жұмыстың мазмұнын тереңдетіп, маңызын арттырады деп ойлаймын. Баршаңызға нәтижелі жұмыс тілеймін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кезекте Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті туралы видеоматериалды тамашалаңыздар.
Көп рахмет. Келесі кезекте сөз кезегін сервис платформа әзірлеу жобасының жетекшісі Володина Светлана Викторовнаға береміз. Тураталк платформасының таныстырылуы. Қабыл алыңыздар. Добрый день. Слышно ли меня? Подскажи- Да, подскажите, пожалуйста, слышно ли меня, потому что на казахском языке я пока что не разговариваю, хотя не и слышно. прикладываю. Не слышно? Нет, Да. нет, не слышно. Так. А сейчас, по идее, все должно работать. Нет, мы вас не слышим сейчас. М, Так, а сейчас? Мы вас не слышим. Сейчас, 2 секунды. Давайте еще раз попробуем. Есть еще такая опция. Вот так будет меня слышно или так будет плохо? Сейчас подождите. Вы говорите что-нибудь? Да, давайте говорю. Вот сейчас. Ой, теперь я себя слышу, к сожалению. Вот сейчас. Слышно, вебкамды geçiyor. General webcam. Он микрофон, динамик шарфан. Так, или вот у меня показывает, что меня слышно отлично. Микрофонdan посмотрите тогда. Значит, Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, слышно меня, не слышно? Да, слышно вас. Отлично, я могу начинать тогда, да? Я просто не очень хорошо ориентируюсь. Большинство людей находится в зале, я нахожусь далеко, в Москве, и все, отлично, ура, мы победили. Я, прошу прощения, расшарю экран и задам еще один вопрос. Скажите, видно ли сейчас мой экран? Да, вы видите. Отлично. Если что-то будет не так, говорите мне или куда-нибудь пишите. Так, все, отлично. Здравствуйте все. Меня зовут Светлана. Я руководитель проекта по разработке платформы Туратолк, которую меня попросили сегодня показать вам и рассказать о задачах, которые мы решали в процессе реализации. Экран выше давайте. Так, сейчас. Я почему-то слышу себя. У вас-то там все хорошо?
Я попробую. В рамках проекта по разработке мы создали онлайн-платформу для эффективного и доступного обучения казахскому языку. Да, помехи есть, это правда. Но я продолжаю. Хорошо. В рамках проекта по разработке мы создали онлайн-платформу для эффективного и доступного обучения казахскому языку, отвечающую современным образовательным стандартам онлайн-обучения. А платформа Проток представляет из себя сервис, объединяющий все стороны, участвующие в образовательном процессе: учеников, преподавателей и методистов школы. Каждый пользователь платформы заходит в свой личный кабинет. Вот я сейчас зашла под преподавателем Азаматом. И личный кабинет настроен под роль и права в системе. Давайте посмотрим, как выглядит платформа для преподавателя. Я сейчас нахожусь на главной странице личного кабинета. Что мы здесь видим? Мы видим последнее уведомление в системе, которое показывается преподавателю. Так, я продолжаю, да? Мы видим дашборды, которые нужны именно преподавателю, некая отчетность, да, то есть я вижу, что на платформе ко мне присоединены 3 ученика, у меня запланировано в этом месяце, сейчас декабрь, 8 уроков, и 1 в этом месяце я уже провела. Также я могу увидеть, какие уровни, ну вот у меня тестовый преподаватель, достаточно странные уровни, я преподаю на платформе. Эти уровни мне выставляет методист, который меня принимал. Дальше у нас есть блок расписания занятий, где мы видим, что на сегодня у меня назначен урок с моим учеником Светланой Володиной. Также я могу запланировать какой-то другой урок, я могу перейти в раздел для проверки домашнего задания или там посмотреть какой-то журнал отчетности. Также я могу пролистнуть мой календарь, посмотреть, у меня тестовый преподаватель, да, здесь особо пока что ничего нет. Так, я могу запланировать какой-то новый урок. Для этого я могу назначить новый слот. Назначим урок прямо на сейчас. Да? Я Азамат, я живу в Астане, у меня, соответственно, сейчас 10:50. Давайте сделаем какой-нибудь небольшой урок на 10 минут. И для проведения уроков мы сделали интеграцию с самой популярной программой для проведения уроков, собственно, Zoom. Буквально по галочке я могу сразу создать встречу в Zoom. Преподаватель – это я, Азамат Ахметов, и, допустим, выбрать одного из своих студентов. Давайте, это будет Адель. Есть у меня такая ученица. В этом модуле я вижу и могу управлять всеми своими уроками. Давайте вернемся на главную. У меня появился урок. Мы видим, что он будет даже раньше, чем следующий запланированный. Прямо отсюда я могу выйти на мой урок и запустить Zoom. Что я сейчас делать не буду, потому что я, естественно, в Zoom. И ученик, и учитель могут на уроке выходить. Боже, как же мне этим управлять? Боже, как мне теперь выйти отсюда? Секунду. Возвращаю экран. Не смогла управлять браузером. Таким образом, на уроке я могу выходить прямо из платформы, из своего личного кабинета. Ученик со своей стороны может делать то же самое. Дальше, прямо на главной странице у меня есть блок с моими курсами. Это курсы, я как преподаватель, да, могу смотреть на базу контента. Мы придумали специальные курсы, которые будут в себя включать максимум контента, помогающего преподавателю преподавать. В данном случае вот есть курс базовый А1, можем на него посмотреть. Он будет заполнен уроками,
который можно будет использовать как раз при проведении уроков со своими учениками. То есть там будет максимум какого-то контента, видео, ну, все что угодно, тестов, заданий и так далее. Помимо этого, как у преподавателя, у меня есть мой личный курс, с помощью которого я управляю как раз своими индивидуальными уроками. Я уже показывала модуль «Уроки», где я могу назначать и новые слоты для уроков, куда могут записываться мои ученики. У меня здесь есть модуль общения, с помощью которого я могу общаться со своими учениками и делать специальные диалоги, отправлять им отдельные какие-то материалы. А также в режиме редактирования я, как преподаватель, могу наполнять свой индивидуальный курс своими уникальными материалами, которые тоже потом смогу использовать в уроках. Вернемся обратно. Давайте посмотрим теперь, как выглядит платформа для ученика. Я сейчас зайду под учеником Азамата Адель, про который я говорила. Слышно меня? Я продолжаю. Я как-то... Пожалуйста, дайте мне какую-нибудь обратную связь, потому что у меня очень странное ощущение. Видно, у нас в зале вообще ничего не слышно. Вы сможете уже закончить? В смысле, я сейчас заканчиваю, да? Да. Ага. Хорошо, спасибо большое. Мне жаль, что были помехи, но надеюсь, что-то удалось показать. Да, спасибо большое. Назым тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сөз кезегін Әуезов ауданы номері 173 мектеп лицейінің педагог шебері Ақмарал Шөтемірқызына береміз. Баяндама тақырыбы оқушыларды педагогика баулу қазақ тілін меңгертудің ең тиімді жолы. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, білім саласының негізін қалаушы ғалымдар, мектеп басшылары, бүгінгі күніміз сәтті өтсін деп тілеймін. Менің аты жөнім Шөтемірқызы Ақмарал, менің слайдым бар еді. Алматы қаласы нөмір 73 мектеп лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Иә, 11 жыл мектепте оқып, 11 жылда қазақ тілінен 800-ден астам сабаққа қатысып, мектеп бітірген соң қазақ тілінде сөйлей алмайтын оқушыларымыз көп. Өкінішке орай. Оны мұғалімдер де біледі, қоғам да біледі. Оқушылардың қазақ тілін үйренуіне қолайлы орта қалыптастыру үшін белгілі бір мұқтаждық қажет. Жаңа мен Айгүл Амантайқызы 10 мың студентіміз бар деген кезде мен қатты қуандым. Ол 10 мың студент үлкен күш. Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткен тіл тазалығы осы күнге дейін қоғамда сақталмайды. Екі сөзінің бірінде орысша қосып отырады. Абай көшесінің өзін автокөліктерге отыра қалсам, Абай көшесінде түсесіз бе деп сұрайтын жастар көбейіп кетті. Осы 10 мың студент қаламыздың әр бұрышында таза қазақша сөйлеп, орыс тілді аудиториямен қазақша араласса, жап-жақсы тілдік орта қалыптастыратын едік деп ойлаймын. Оқушылардың қазақ тілін үйренуіне орта қалыптастыру және мына ұбт мәселесіне де байланысты. Өкінішке орай ұбт-да қазақ тілін мүлдем алып тастаған. Қазір қазақ тілі түлектерде жоқ. Сол мұқтаждықты арттырудың ең тиімді жолының бірі ұбт-ға қазақ тілін міндетті компонент ретінде енгізу еді. Бұл шара оқушының мотивациясын күшейтіп қана қоймай, қазақ тілін күнделікті қолдану аясын кеңейтіп, оны жүйелі түрде меңгеруге нақты ықпал етеді. Бүгін мен орыс немесе аралас тілді мектептерге сын емес ұсыныс айтайын. Рұқсат болса. Мемлекеттік тілді меңгертудің тиімді жолы ретінде оқушыларға күн сайын қазақ тілінде жарты сағат кітап оқуды ұсынамын. Күнде жарты сағат.
бар жоғы 36 минут кітап оқыту қазақ тілінде тілдік орта қалыптастырудың ең қарапайым әрі нәтижелі әдісі болмақ. Жарты сағаттық кітап оқу білім, тұлғалық даму, психологиялық тұрақтылық үшін бала бойына бейсана түрде берілетін құнды инвестиция. Жайлап ауыстырып тұра берсеңіз де болады. Жарты сағаттық кітап оқу бағдарлама мемлекеттік жалпыға білім беру стандартының нөмірі 115 бұйрығы бойынша білім бағдарламасындағы тақырыптарды жетілдіру мақсатына және мемлекеттік басшысының ұлттық қоғамдық сенім кеңесіне берген тапсырмасына сәйкес білім және ғылым министрлігі бекіткен оқуға құштар мектеп жобасының негізінде жазылды. Қазақ тілін сапалы меңгерту жолында ең пәрменді құралдың бірі қазақ тілінде кітап оқу мәдениетін қалыптастыру. Тілдің байлығы, сөздік қоры, сөйлеу дағдысы тек сабақтағы теориялық түсіндірмемен емес, оқушының күнделікті оқу тәжірибесі арқылы қалыптасады. Жарты сағатты 10 минуттан 3 минутке бөліп оқуға болады. Bir күнде мысалға жарты сағат ұзақ отыруға оқушының немесе білім алушының студенттің уақыты тимесе, 3 рет бөліп оқуға немесе 15 минуттан 2 сегментке бөліп оқытуға болады. Бұл тәсіл оқушыны, білім алушыны тілге табиғи түрде жақындатып, қазақша ойлау дағдысын біртіндеп қалыптастыруға мүмкіндік береді. Басты талап жарты сағат күнде қазақ тілінде кітап оқу. Жарты сағатты кітап оқуды тұрақты әдетке айналдыру осы тілді мектептегі оқушының қазақ тілін меңгеруіне үлкен серпін берері анық. Себебі қазақша оқыған әрбір мәтін оқушының пассив сөздігін актив сөздікке айналдырады. Оқу барысында бала тілдің құрылымына, сөздердің тіркесуіне, сөйлемнің табиғи ырғағына дағдыланады. Бұл оқулықтағы тапсырмалар бере алмайтын нәтиже. Бағдарлама тұлғалық және ғылыми дамуға ықпал ететін келесі 4 негізгі бағытты қамтиды. Кітапты қалай оқу керек? Тиімді оқу әдістемелерімен танысады оқушылар бұл тренингтерде және меңгеру қамтылады. Кітапты қалай әңгімелеу керек? Сөйлеу дағдысын жетілдіреді. Кітаптан алған ойды жазу дағдысы, шығармадан алған негізгі ойды және алған әсерін жазып шығармашылық қабілеттерді арттырады. Аналитикалық ойлау және зерттеушілік дағды алынған білімді тереңдету, талдау және оқыған кітабын ғылыми зерттеу жобаларында қолдану дағдыларын дамытады. Осы тұста әдіскер ғалым Жүсіпбек Аймауытов туралы айтпай кету мүмкін емес. Меніңше, орыс тілді аудиторияда көркем мәтінді қалай оқу керектігі туралы Жүсіпбек Аймауытовтың әдістерін толық қолдануға болады. Сөзге төселдіру о дегеннен басталу керек. Дұрыс қойылған сұрау дұрыс жауап алу керек. Дұрыс жауап бере алмаса, әуелі жолдастары, одан қалса оқытушы түзетіп отырсын. Оқытушының түзетуі берілген жауаптың мәнісін түзету болмасын, сөйлемнің қисынын түзету болсын, тілі жетпей тұрған жерін жөндесін дейді. Осыдан бір ай бұрын Алматы қаласы білім басқармасының ұйымдастыруымен орыс тілді мектептерде зерделеу жүргізілді. Сол зерделеу барысында мен сабаққа қатысқан мұғалімдердің барлығы дерлік аударма сабағы өтіп жатқандай сияқты ғой. Аударма сабақтары жаңағы қазақ тілінде бір ауыз сөйлем айтса, сол жерде оқушы игермей жатып орысша аударып беріп отырады. Бұл тілдік орта қалыптастыра алмайды. Ол баланың ынтасын жояды. Сондықтан егер орыс тілді аудиторияда қазақ тілі сабақтарын жүргізетін болса, ол мен ойлаймын кемінде 80% қазақ тілінде өту керек. Және жарты сағат кітап оқу жобасы аясында түрлі байқаулар ұсынылады. Кітап оқып отырған сәтін суретке түсіру, қоғамдық орындарда дәліз, кітапхана, метро, тағы басқа кітап оқуға қатысу. Жақында ғана оқушыларымызбен 28 оқушыны ұлттық кітапханаға барып, кітапханамен таныстырдым. Ол жерде ескі кітаптар, үлкен көлемді кітаптар, ескіден келе жатқан кітаптармен танысып, оқушылардың мотивациясы артты. Және метрода 30 баланы апарып метрода кітап оқыдық. Сонда метрода өтіп отырған жүргіншілердің қызығушылықтары, таңданыстары, балалар қай мектепке екен деп суретке түсіп жүргендері, ол кішкене болсын қоғамға жаңағы кітап оқуға бет бұрды деп ойлаймын. Студенттерден де соны сұраймын. Және осы жарты сағат кітап оқу барысында оқыған кітабының мазмұнын еркін әңгімелеу, кітаптан ұнаған эпизодын суретке айналдыру, бейне баяндар жасау, оқыған кітабы бойынша ең ұнаған эпизод бойынша есте жазу, кітапты күнделікті кемінде 30 минут оқып, анда-санда болсын оқу күнделігін жүргізу.
және ол біртіндеп дағдыға айналады. Оқыған кітап бойынша сұрақтарға жауап беру, кітап бойынша өз ойын, әсерін талқылауға қатысу, үздік рөлдік қойылымдар. Оқу жылының аяғында осындай бағалау критерийлерін орындаған оқушылар марапатталып отырады, мотивациясын арттыру үшін. World Culture Score индексіне назар аударсаңыздар, кітап оқитын 30 мемлекеттің тізімінде Қазақстан жоқпыз. Білім саласы қоғамға үлгі болып, кітап оқитын елге айналуымыз керек. Кітап оқитын елге айналу біздің болашағымызға жарқын жол ашар еді. Мынау менің оқушыларымның былтырғы оқу жылында 2023-2024-2025 оқу жылында осы жарты сағат кітап оқиық жобасы мектепке енгізілді. Сол жарты сағат кітап оқиық жобасында оқушылардың салған суреттері кітапқа айналдыру. Бұл да Жүсіпбек Аймауытовтың еңбегінде жақсы айтылады. Ана тілін қалай оқыту керек еңбегінде оқыған кітаптарын суретке айналдыру да баланың жаңағы шығармашылығын арттырады және қорғау барысында олардың сөйлеуіне ынта тудырады, өз жұмыстарын қорғауға. Ар ойла, талап қылады, артық ғылым Абай атамыз, қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден ерекше. Ақыл кітап оқумен толығады. Ерік жігері мықты жан телефонға үңілуді азайтып, күн сайын жарты сағат оқу кітапқа арнай алады. Ал жүректегі ізгілік, адамдық құндылықтар бәрінде кітаптың қойнауында. Кітап оқыған адамның жүрегінде, жан дүниесінде бай болады. Педагог ғалым орыстың ағартушысы Макаренко былай деген екен: біз тәрбие ісінде таланттардың кездейсоқ қалыптасуына сенім арта алмаймыз. Егер бала дарынсыз мұғалімге тап болса, ол зардап шегуі. Сондықтан шешуші рөлді шеберлік атқарады. Кітап оқуда баулуда шешуші рөлді педагог шеберлік атқарады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Берді күніне жарты сағат кітап оқуға шақырамын. Келесі сөз кезегі филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырған профессор Нұржанова Айгүл Балдыбаеваны береміз. Құрметті қонақтар, бүгінгі конференцияға қош келдіңіздер. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Өте бір ауқымды әрі тартымды тақырып қозғалып жатыр екен. Маған мүмкіндік болса, бере саламын. Ал мен жүріп сөйлейін, аудиторияда жүріп сөйлей берген, мына жерде қатып тұрсақ, бір ашылмай қалатын сәтіміз. Бүгінгі конференцияға қатысушы мектеп директорлары бар шығар, бар болса қол көтересіздер ма? Бар ма мектеп директорлары бар екен? Қош келдіңіздер. Осы жерге шақырылғанда біздің аудитория кім деп едік? Мектеп директорлары деді. Онда мектеп директорларына пайдалы болатындай бір тақырып ұсынайын деп сіздерге бүгін осындай тақырыпты алып келдім. Тақырыпты ашпас бұрын, тарқатпас бұрын мектеп директор болған емеспін, бірден айтып кетейін. Ақпараттар қайдан алынды? Енді өзімді таныстырайын. Бүгінгі біздің талдайтын, жалпы таныстыратын сіздерге тақырыбым жаһандық деңгейдегі үздік мектептер, білім беру моделі және басқару тәжірибесі. Барлық мектеп директорының жалпы оқу білім саласында жүрген кез келген адамды толғандыратын сұрақ осы бізбен үздік мектептер қандай екен, жалпы әлемде тәжірибе қалай жүргізіледі екен деген сұрақ барлығымызды мазалайды. Сол тақырыпта мақалаларды бәлкім қарайсыздар, ал бұл жөнінде жазылған кітаптар және қорғалған ғылыми зерттеу жұмыстары бар екен. Өзімді таныстырып өтті. Жаңа Нарбұқ университетінің профессорымын, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор. Көп жылдар бойы, 20 жылдан астам уақыт осы біраз университеттерде дәріс оқыдым, сабақ бердім. Бірақ соңғы 5 жылда клуб құрдым, кітап клубын. Жаңа сіз жақсы айтып жатсыз, кітап клубы жалпы кітаптың пайдасы туралы
әрине кітап арқылы өсетінімізді барлығымыз білеміз. Бірақ көп қыз-келіншектің жалпы адамның кітап оқуға уақыты жоқ өкінішке орай. Сондықтан бибілерге арналған кітап клубы деп құрып, сол жерде 5 түрлі сфера бойынша кітап талдаймын. Мен клубыма келген адам кітап оқымайды, менің талдауларымды тыңдайды. Солай көп адамдарға пайдалы жүрген жайым бар. Клубында осы уақытқа дейін 60-қа жуық кітап талданды. Қаржылық сауаттылық, жеке даму, қарым-қатынас, бала тәрбиесі, денсаулық бағыттары бойынша. Бүгін сіздерге Тимоти Уокер деген адамды таныстырғым келеді. Финляндиядағы америкалық мұғалім, білім саласындағы зерттеуші. Блог жүргізеді, фин мектептері туралы бірнеше кітаптың авторы. Бүгін финская система обучения деген кітап, бестселлер болған кітап, көптеген тиражбен әлем халықтары сатып алған, бірнеше тілдерге аударылған. Осы кітаптан алынған инсайттармен бөліскім келеді. Сізге пайдалы болады деп ойлаймын. Себебі неге осындай кітап жазып шықты, бұл және бұл бестселлерге айналды, осыған кішкене тоқталып өтейін. Жаңа ғана айттым, үздік мектептерді қандай критерий бойынша бағалайды жалпы әлемде. Осы сұрақ шынында да қызық қой барлығымызға. Сөйтсек, 2001 жылы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы үлкен халықаралық зерттеу жүргізеді. Сол зерттеудің негізіне 15 жастағы балаларды зерттеуге қатыстырып, солардың білімін бағалайды. Әртүрлі мемлекет қатысатын, Жапония, Қытай, Америка, алпауыт мемлекеттердің барлығы бар. Сол 2001 жылы барлығынан басы қозып, Финляндия мемлекеті бірінші орынға шығады. 2001 жылдан бастап осы уақытқа дейін жүргізіліп келе жатқан зерттеу, бұл ағылшын тілінде PISA деп аталады, Program for International Student Assessment, яғни оқушылардың сауаттылығын бағалау. Қараңыздар, енді 2001 жылдан бері осы уақытқа дейін әр 3 жыл сайын осы PISA зерттеу жүргізіледі. Біздің Қазақстан 2009 жылдан бастап осы зерттеуге қатысады екен. Әрі қарай айтып қойдым, PISA-ның негізгі мақсаты оқушылар мектепте алған білімдерін өмірлік жағдайда қаншалықты қолданады. Сол 2009 жылдан бастап біздің Қазақстан осы PISA зерттеуіне енгеннен кейін біздің оқушыларды қатыстырғаннан кейін өзінің минустарын көре бастайды. Қандай? Біз тек қана осы уақыт 2009 жылға дейін баланың тек қана білім көрсеткіштерін бағалап келдік. Ал біздің білім көрсеткіштерін бағалау жалпы өмірге бейімделу үшін жеткіліксіз екенін байқадық. Сөйтті де бізге сауаттылық, математикалық, функционалдық сауаттылық, оқу сауаттылығы деген сияқты дүниелер емтихандарда қосыла бастады. Қараңыздар, осы PISA-дан жоғары нәтиже көрсеткен елдер алғашқы үштікті айтатын болсақ, біріншісі Финляндия, екіншісі Сингапур, үшіншісі Оңтүстік Корея. Енді 2001 жылы басталған алғашқы зерттеуге одан бері қарай қанша жыл, 25 жылға жуық уақыт өтті. Сонда әр 3 жыл сайын өткізілетін болса, кемінде 7-8 осындай үлкен зерттеулер өтті. Сонда Финляндия алғашқы үштіктің біріншісін беруден қалмайды. Яғни бірінші орынды үнемі алып отыр. Давайте онда бүгін сіздермен осы фин мектептерінің артықшылығы неде? Осыны барлығымыз бірге көрейік және өздеріңізге пайдалы жерлерді түртіп алыңыздар. Бәлкім мектепте, мектеп директорлары, өздеріңіздің басқару жүйеңізде командамен жұмыс істеген кезде осы инсайттарды қолданып көресіздер. Қызық па? Жалғастырайық. Енді қараңыздар. Бұл жерде адамның жалпы мемлекеттің де өзінің эгосы болады, былайша айтқан кезде. Қалайша Америка сияқты алпауыт мемлекетпіз, Қытай сияқты біз мықтымыз, ұлы державамыз, бірақ неге Финляндия кішігірім мемлекет бізден озып кетті деп әлем зерттеушілері, әсіресе білім саласында жүргендер назар сала қарай бастайды. Сөйтсе, ең маңызды 5 факторды айқындайды. Қазір сіздерге ғалымдардың авторлардың есімдеріне де тоқталамыз, солардың еңбектерін шолып өтсеңіздер болады.
Сонымен, давайте біз негізгі факторды атап өтейік. Ең бірінші фактор барлығына тең мүмкіндік беру. Яғни Финляндияда арнайы мектептер жоқ. Бұл жақта мектептер жоқ. Енді қарайды ғой зерттеушілер, бар эксперименттер жүргізіледі. Сөйтсе, ол жақта барлығы тең. Бүкіл қалада, ауылдарда, Финляндияның кішігірім ауылынан шыққан бала, қаланың орталығында өскен бала, екеуінің білімін салыстырса, екеуі бірдей. Енді неге олай дейді? Инклюзивтің арнайы мектептер жоқ. Яғни бір мектеп ашылады, бір мектепте бір бағдарлама. Сол бағдарламаға инклюзияда оқитын бала болса да, сол жерде оқиды, қаланың баласы, ауылдың баласы, әйтеуір барлығында бір бағдарлама. Және ол жерде мектепте баланың әлеуметтік жағдайына қарай бөлінеді. Көпбалалы отбасынан шыққан, жартылай жетім деген сияқты біз категорияға бөліп тастаймыз, я топтарға бөліп тастаймыз, бар ғой сондай? Енді статистика жүргізесіздер, бөлу жоқ, әрине мектепте бөлмейсіздер ғой енді, бірақ бәрібір ата-аналарға хабарласып, отбасылық жағдайын сұрап, өздеріңіздің карточкаларыңызды толтырасыздар, анкеталарды толтырасыздар. Ал? Жоқ, бізде оның барлығы түсінікті, біз былайша, ондай нәрсе бар ғой. Бірақ көпбалалы балаларға әлеуметтік көмек көрсетеміз деп, мысалы балалар намыстанады, біреудің киім таратады, аяқ киім береді, ондай да жағдайлар бар. Бұл жерде ең маңызды факторға мән берейік. Ақшалай беретін болдыңыз. Жақсы. Енді қараңыздар. Ең бірінші фактор жартылай денсаулығы жоқ, әлеуметтік күйі нашар болса да, әйтеуір барлығы бір мектепте оқиды, бұл жердегі білімді алады. Екінші, мұғалімнің біліктілігі. Екінші фактор бұл мұғалімнің біліктілігі. Бір қызығы, Финляндияда қазір біз мектептерде қандай екенін білмеймін, міндетті түрде мектепке мұғалім ретінде жұмысқа тұратын жас маманнан магистрлік біліктілікті талап етеді. Яғни бұл жерде магистратураның әсіресе дефектология, психология, оқыту процесін ұйымдастыру сияқты бағыттарда магистрлік дәрежесінің болуын қадағалайды екен. Яғни мектептерінің өте жоғары көрсеткішке ие болуына екінші фактор ретінде ғалымдар осы бір факторды жатқызады. Үй мектептері мұғалімнің зерттеушілік қабілетінің дамуына назар аударады екен. Енді үшіншісі баланың денсаулығын және қолдау жүйесі. Осы жерде бір жақсы нәрсе жазылады кітапта. Өзі америкалық мектепте көп жылдар бойы мұғалім болған маман Финляндияға барған кезде таңғалады ғой. Сөйтсе, бұл жақта, бұл мектепте балалар мектепке барғанша асырады екен. Біз мектепке бармай қояйыншы деген әңгіме жоқ. Үйінде жағдайы онша емес, көңіл күйі онша жоқ, үйде де тіпті комфортный условиясы жоқ бала мектепке келгенше асырады. Неге? Себебі мектепте баланың білім алу үшін және өзін бақытты сезіну үшін барлық жағдай жасалған дейді. Сосын ол жерде оқушылардан құралған топтар болады дейді, енді кітапта жазылған. Мысалы, сыныптасының көңіл күйінің нашар екенін жанындағы бала біледі, сол жағдайын жасатуға және оның көңілін көтеруге кәдімгідей жұмыс жасайды екен. Енді тағы бір төртінші фактор, бұл мектепте ешқандай иерархияның көзге көрініп ұрып тұратын иерархияның болмауы. Яғни ол жердегі мектеп директорлары өздерін бастық ретінде сезінеді, олар өздерін ең бірінші лидер, коуч ретінде сезінеді, яғни мектебіндегі әрбір мұғалімнің көңіл күйіне және оның жұмыс істеуіне мотивация беріп, оқушылармен бірге жүріп және міндетті түрде аудиторияға кіріп, сыныптарға кіріп сабақ береді екен. Яғни бізде менеджмент
болып есептелетін сияқты біздегі мектеп директорлары иә көбінесе жиналыстардан бюрократиядан қол тимей сабақтан қол үзіп қалады. Ал фин мектептерінің айырмашылығы және олардың өсіретін тағы да бір төртінші фактор ретінде мектеп директорларының сыныптан алыстамай аудиториямен бірге болатындығы, өз дәрісінің сабағын беретіндігі және мұғалімдерге өзінің лидер ретінде, ал лидердің ең басты айырмашылығы және артықшылығы неде? Лидер деген бастық емес, иә? Лидер дегеніміз ең алдымен көшбасшылық дегеніміз өзінің үлгі ретінде көрсете алады. Ең бірінші өзі үлгі болады. Ақылмен тек қана, иә? Әрі қарай кеттік. Бесінші фактор бұл хобби мәдениеті. Финляндия қандай кішігірім мемлекет болса да, мемлекетте 100 мыңнан астам түрлі үйірмелер, клубтар көп екен. Әрбір фин ата-анасы баласының бір хоббиға әуес болғанын қалайды. Және кішкентай кезінен бастап внешкольные мероприятия дейді ғой, мектептен тыс әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырады, мемлекет тарапынан қолдау көрсетіледі және көптеген үйірмелерге бала мектептен кейін барады. Яғни қарап тұрсаңыздар, бала таңертең тұрғаннан бастап кешке дейін өзінің әртүрлі қабілеттерін шыңдауға, өзін жақсартуға еңбектенеді. Енді педагогикалық тәсілдерге келейік. Үздік мектептердің тәжірибесіндегі маңызды педагогикалық тәсілдерді бөліп алдым. Бұл жерде ерекше мән береді автор және осыған қатысты қазір мен сіздерге тағы да авторларды беремін. Үзілістің маңызын айтады. Мектепте бізде қанша минут оқытады? 15. 10 минут. Фин мектептерінің барлығында 5 минуттық үзілістен кейін, 45 минуттық сабақтан кейін 15 минуттық үзіліс жасайды. Әрдайым. Әр сабақтан кейін 15 минуттық үзіліс. Бұл жерде бірталай ғалымдардың еңбектерін береді. Ең алдымен баланың миы тынығуы керек. Және жаңа америкалық автор мектепке барған кезде алғашқы кезде таңғалыпты, 15 минут отырып не істей беремін, келесі сабағыма дайындала беріңдер. Сөйтсе, ол жақта мұғалімдердің датаго расслабленные, былайша айтқан кезде, келесі сабаққа дайындалып, біз презентациямызды алып, заттарымызды мұғалім шаршап жүріп, ол жақта профессордың іші, коллегасымен әзіл айтып, әріптесімен рахаттанып, демалып алады екен, онысымен сабаққа кіреді екен. Барлық фин мектептеріндегі мұғалімдер ешқайда асықпай, оқушылар да асыр салып далада ойнайды, әйтеуір 15 минуттық үзілісті өзінің жағын қалайтын нәрсемен айналысып, демалып, одан кейін сабаққа келеді екен. Енді оның негізгі әсері мына жерде жазылған эмоциялық күйзелісті азайтады, одан кейін өнімділігін арттырады, қызметшілігін көбейтеді балада, көңіл-күйін жақсартады. Мына авторларды қарап шықсаңыздар болады. Энтони Пеллегрини және Эмма Сеппеля деген «Дорога к счастью» деген еңбегі бұлар мектеп мұғалімдеріне өте пайдалы болады деп ойлаймын. Және Энтони Пеллегринидің бұлда университет профессоры сабақ тиімді болу үшін осы үзілістің маңыздылығын кәдімгідей докторлық диссертация ретінде қорғаған психология ғылымының профессоры. Сондықтан осы еңбектерді қарап шықсаңыздар болады. Екінші тағы маңызды фактор физикалық белсенділікті сақтау. Осы жерде бұл нәрсе бізде де бар, сабақ үстінде оқушыларды қимыл қозғалысқа шақыру, бастауыш сыныптарда жаттығу жасату, орта және жоғары сыныптарда оқушының сыныпта постер қорғалу, рөлдерге бөлініп ойнау, жарысу, ұйымдастыру бізде де бар. Бірақ кейде болады бала тапжылмай тек қана тыңдаушы ретінде отыратын кездер де болып қалады. Сол нәрсені болдырмайды. Яғни бала үнемі сабақ үстінде қимыл қозғалысқа қажет. Одан кейін кеңістікті таза ұстау, бұл бізге инсайт болатын сияқты, құрметті әріптестер. Бізде әдетте мектепке кірсең, кіргеннен бізде визуальный шум. Қабырғалардың барлығында көрнекілдер ілінген, әртүрлі кабинеттер жабдықталған, ал фин мектептерінде сынып қабырғаларына көрнекілдік ілмейді екен. Ол баланың назарын өзіне қаратады, біз қарап жатып болып білім алып қалады, есіне бір нәрсе қалады деген сияқты психология ғой бізде. Ал олар керісінше, тек қана сынып қабырғаларында сабақ кезінде пайдаланатын мұғалімдер әртүрлі посттарды өткізуге қажет болды.
қолданып қайтадан шешіп алуға ғана дайындап қояды екен. Сонда сынып қабырғаларында еш нәрсе ілінбейді. Бұл мәселеге қалай қарайсыздар жалпы? Қаншалықты ол дұрыс? Визуальный шум қажет емес дейді баланың миына. Келесі, таза ауаға шығару. Жалпы осы жерде последний ребенок в лесу деген кітапты мұғалімдерге оқуға кеңес беремін. Себебі табиғатта сабақ оқудың артықшылықтарын түсіндіретін еңбек ол да ғылыми зерттеу. Бұл жерде таза ауаға шығып сабақты табиғат аясында өтуге қатысты мектеп мұғалімдері баланы 3 кезеңнен өткізеді екен. Қандай кезеңдер? Біріншісі, табиғатты сыныпқа әкелу, яғни табиғаттағы, біз баяғы гербарий жинаушы едік қой, естеріңізде ма бізде? Сол сияқты қазір бар ма жоқ па білмеймін, бар шығар енді. Табиғатты сыныпқа әкелу, яғни сабақ барысында қолдану. Одан кейін табиғатта сабақ өту, уже екінші деңгей және үшінші деңгей кәдімгідей табиғатты қорғауға байланысты, айналадағы аумақты қорғауға байланысты әртүрлі жобаларға қатыстыруға болады. Одан кейін мынау да бізге инсайт болатын нәрсе, біз осознанность деген дүниені, мысалы мен өзім 40-қа келіп енді үйреніп, көріп, біліп, кітаптарды оқығаннан, қан жақтың бәрі әртүрлі ақпараттардан үйреніп жатырмыз, иә. Ал фильм мектептерінің артықшылығы жалпы Скандинавия елдерінде бұл жақсы қолданатын тәсіл осознанностьқа үйретеді баланы, саналылыққа үйретеді. Не істейді? Мысалы бізде жаңа жылда салют атамыз, мысалы Америка елдерінде тәуелсіздік күнінде салют атады екен, автордың өзі солай жазады. Ал бұл жақта ешқандай салют ату деген нәрсе жоқ, керісінше қандай да бір ұлттық мереке немесе күшті бір күндер болған кезде олар балаларға оңаша қалуға өзімен уақыт береді. Және сол кезде олар шүкіршілік айтады, әртүрлі жазбаша жұмыстар жүргізеді, яғни майшамдарды жағып қойып, өздері кәдімгідей өзімен өзі оңаша қалып медитировать етеді, былайша айтқан кезде. Медитация минуттары болады. Одан кейін бұл бізде бар сияқты осы дүние, бірақ фильмдардың қолдану тәсілі бөлектеу екен. Бізде оқушыға жеке кесте толтырамыз. Барлығымыз оқушы туралы ақпаратты білетіндер, әсіресе сынып жетекшілері, иә. Ал бұл жерде фильм мектебінің артықшылығы, олар баланың өзіне жыл басында келген кезде баланың өзіне жеке кесте толтыртып алады. Бала мектепте өзін жайлы сезіну үшін, сабақты жақсы оқуы үшін не істеу керек? Балаға не қажет? Баланың қажеттіліктерін анықтап алады. Яғни, 3 қана сұрақ қояды оларға. Сен мектептен не көргің келеді, не естігің келеді, және не сезгің келеді? Мектептен өзіңді қалай сезгің келеді, не естігің келеді, не көргің келеді? Біз көбінесе баланың психоэмоционалдық күйіне аса мән беруге уақытымыз жоқ, себебі бізге қағаз толтыру керек. Себебі бізге басқа дүниелерді жасау керек, сабағымызды әйтеуір жақсылап өтіп кетуіміз керек, бала көп тиімсіз сыныпта. Ал фильм мектептерінде осыны толтыртып алып, және балада бір проблема туындаған кезде мына жаққа мән береді екен, жыл басындағы толтырған кестеге. Мысалы, маған ұнады осы дүние. Келесі, жаңағы осознанность техникаларын қолдану барлық сабақта болады екен, әрбір мұғалім қолданады. Яғни сабақтың бірнеше минутын, мына жерде 5 минут арнау депті, терең тыныс алу, өзін тыңдап үйрену, сезімдеріне мән беру. Яғни сабақ барысында шаршап отырған көрдіңіз бе баланың осы бір техниканы қолданып жіберсеңіздер болады екен. Сосын сынып жетекшісімен сынып бір команда екенін сезіну. Қызық болғанда мынадай дүниелерді ұсынады. Мысалы, күнделікті таңертең сынып жетекшісі мектепке келген кезде балалармен шеңбер құрып тұра қалады екен да, бір-бірімен сәлемдеседі екен. Міндетті түрде қол беріп сәлемдесу, олар сияқты былай емес, былай істейді. Бәрімен қол ұрып сәлемдесіп шығады да, бір-бірінің жағдайын сұрайды. Сонда біз шашын қиын прическасын өзгертіп келсе, бір әзілдеп бірдеңелерді айтамыз ғой, сондай сияқты бір кішігірім жылы қарым-қатынас орнату үшін таңертең шеңбер құрып,
бір-бірімен сәлемдесіп, біз бір командамыз, бүгінгі күнді жақсы өткізуіміз керек, біз өзімізді мектепте өте бақытты сезінуіміз керек деп, бір-біріне мотивация беретін көрінеді. Жалпы Финляндия, Скандинавия елдері бақыт деген сөзге ерекше мән береді, білесіздер, олар әлемдегі ең бақытты халықтарымыз деп есептейді өзіне. Сондықтан баланы біз мектепте, жалпы мектептің миссиясы қандай, әріптестер? Біз не деп айтамыз? Мысалы, сіздің мектептің миссиясы қандай? Біз сапалы білім беру, отансүйгіш патриот бала өсіру деп, тәрбиелеу деп айтамыз, иә? Ал Фин мектебіндегі кез келген мұғалімнен және мектеп директорынан сұрасаң, ең бастысы айтады екен. Біз мектепте ең бастысы бақытты бала тәрбиелеуіміз керек. Яғни кез келген бала өзін бақытты сезінуі керек дейді. Енді бала бақытты өзін сезіну үшін біз баламен дос болуымыз керек. Дос болу үшін әртүрлі ойындарды ойнатуымыз керек. Ол ойындар бізде ойнатылады. Өте күшті ойнатады, мықты шебер мұғалімдер бар. Бірақ бұл жердегі ең басты нәрсе сол ойындарды мұғалімнің өзі де балалармен ойнау керек. Шахмат болсын, 12 палочек деп бір ойынды келтіреді өзі, автордың өзі. Бірақ әркім өзінің фантазиясына қарай, ол да командамен бірге, сынып жетекшісі ретінде сыныппен бірге ойынның ішінде болуы шарт екен. Сондықтан өздеріңіз сынып жетекшісі болсаңыздар, мектеп директоры болсаңыздар, осы бір инсайтты өздеріңіздің мектептеріңізден бастасаңыздар болады. Сосын тағы да бір нәрсе, әртүрлі тематикалық кештер ұйымдастыру. Қараңыз, тематикалық кештер бізде ұйымдастырылған, тарихи тұлғаларға арналған әртүрлі іс-шаралар бар. Бірақ бұл жерде тематикалық кештер балаларға арналған кештер болады. Мысалы, өлең оқитын, өлең шығаратын балалардың өлеңдерін тыңдау, сурет салатын балалардың суретін көру, жаңағы суретін салып алу керек, соны қорғау деген сияқты. Билейтін баланың биін тамашалау, әйтеуір мектептегі әрбір оқып жүрген балаға тұлға ретінде қарап, ойын бойындағы қарым-қабілетін мақтап, оған дем беріп, қолдап, сонда ол бала мектепте асығатын бала болады, ол бала өзі мектепте өте бақытты сезінетін бала болады. Бұл Фин мектебінің негізгі политикасы. Енді қараймыз сөзінің қорытындысы. Біз көп жағдайда мен қазақ мектептерінің жалпы сайттарда жазылған миссияларын қарап шықтым. Сол кезде бәсекеге қабілетті, білімді, ұлттық құндылықтарды құрметтейтін азамат тәрбиелеу деген ұстанымды ұстайды екен біздің қазақ мектептері. Ал Финляндия мектебі болса, өмірге бейімделген, бақытты, дені сау, қызығушылығы, яғни қарым-қабілеті дамыған тұлға тәрбиелеу дегенде басымдылық беретін көрінеді. Менің презентациям осымен тәмам. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Аудиториядан кең байланыс алып, бір сұрақ қойғым келеді. Мектеп директорлары болса, тек қана өзіңіз түртіп алған бір инсайтты айтсаңыздар болады. Рахмет, мен өзім сабақ жүргізіп кеттім ба, не болып кетті? Студенттер ғой отырған, иә? Студенттерге алдағы уақытта ең күшті мектептерді қалыптастыруға атсалысатын жас мамандар деп сіздерге табыс тілеймін алдағы уақытта. Жасай аламыз. Рахмет. Сіздің айтқаныңыздың бәрі өзекті, маған ұнады. Оның бәрі әр мұғалімнің жүрегінде ғой. Бірақ біздің мектептерде ол үшін жағдай қалыптаспаған. Өйткені бір сыныпта 35-36 балаға дейін отырады. Одан кейін екі ауысымды, мысалға бір ауысымды болса, екінші кезеңді, қайтаға кезеңді балаларға арнауға болатын еді. Түрлі кештерге. Өкінішке орай бізде бір ауысымды мектептер өте аз. Жаңағы бақытты дегеніңіз қандай тамаша. Бақытты бала өзін бақытты сезінуі деген. Одан кейін мынау сыныпта тыныштық сақтау деген мен таңғалдырды, онда бізге арман ғой. Сыныпта тыныштық сақтау деген бізге арман. Және мен қосып айтайын дегенім, бағана мен кешкісінде Ера ханымға басқа слайдын беріп қойыппын. Зерттеу жұмыстары бар болатын ана жерде. 2023-2024 оқу жылында Абдурахим Сәрсенбай деген оқушым 18 кітап оқып, бір оқу жылында 18 кітап оқып,
оның 18 кітап оқығаны ұбт-ға дайындалуға кедергі болған жоқ. Ол айтады, өзі айтады. Маған керісінше рухани шабыт берді дейді. Бір оқу жылында 18 кітап оқып, Асфендияров атындағы университетке оқуға түсті. Ал 2024-2025 оқу жылы, былтырғы оқу жылында 318 бала қатысып, біз жалпы 375 кітап оқыдық. Кейбір балалар бір кітаптан ғана оқыса, ең көп оқыған бала Қуаныш Томирис 28 кітап оқыды. Одан кейінгі 17 кітап оқыған Еркежан деген қызымыз Айтқұлова, ол 17 кітап оқыды. Әрине кітаптардың көлеміне байланысты. Бірі көбірек көлемді роман оқыса, енді бірі кішкентай кітаптар оқуы мүмкін. Міне сондай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Биыл 1000 кітап оқимыз деген ойымызда бар. Ол 1000 кітап оқу деген кітапханалардың көбісінде бере береді, балалар мінекей 1000 кітап оқиды деп. Бірақ шынайы кітап, ол кітаптың мазмұнын айту, дебаттар жүргізу, талқылауға салу, подкасттар жүргізу, эссе жазу, сол кітаптар кез келген эпизодты суретке салу кезінде баланың шынайы кітап оқығаны анықтала түседі. Рахмет. Келесі сөз Ел университетінің қауымдастырылған профессоры, филология ғылымының докторы Райхан Абнасыроваға беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, студенттер, мектеп директорлары, Лира ханым конференцияға шақырғаныңызға рахмет. Алғысым шексіз. Жіберсек па деді, мен қолымда тек слайдтарымыз бар. Лира ханым, сіз енді мектеп директорларына конференция болады, тақырып беріңіз деген кезде, мен де енді ойлап, университетпен мектептің байланысына қандай тақырып берсем деп ойладым. Сонымен енді мен зерттеуші буын қалыптастыру мектеп пен ғылым арасындағы көпір деп тақырыпты алдым. Енді менің тақырыбым ғылыми жұмысқа байланысты болайын деп тұр. Өзім таныстырып өтейін. Абнасырова Райхан, қауымдастырылған профессор, Тілжұмсар ашық білім беру платформасының авторы, Дара мобильді қосымшаның авторы және ғылыми зерттеу негіздері пәні бойынша ютубта авторлық сабақтарым бар. Енді осыған байланысты айтсам дегенмін. Жалпы бұл тақырыпты мен не үшін алдым деген кезде, мүмкін мектеп директорларына, студенттерге, мектеп мұғалімдеріне пайдасы болар деген ойда болдым. Осы Қыздар университетінде де пәнаралық зерттеу орталығы бар екен. Мен 2 жыл пәнаралық зерттеу орталығының директоры болған кезде байқаған өзімнің байқағаным, ең бірінші көргенім, жалпы мектептің мұғалімдері зерттеуді қаламайды емес, бірақ зерттеуді қалай бастаймын деп көбіне ойлайды екен. Өйткені мына жерде осыған байланысты айтқым келіп тұр, қысқа ғана енді 10 минут деді ғой. Жалпы мектеп мұғалімдеріне не керек дейтін болса, ең бірінші мектеп мұғаліміне ғылыми жұмыс деген нәрсе бір үлкен диссертация емес. Бұл ғылыми жұмыс деген кішкентай ғана сабақтың үстінен басталатын дүние екендігін негізі біз көбіне түсіндіруіміз керек. Одан кейін бар, негізі қазір мына жерде айтып жіберейін. Ал жалпы бізге зерттеуші буын не үшін керек десек, мысалға Ыбырай Алтынсариннің өлеңі бар еді ғой, өнер білім бар жұрттар деген кезде, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды деп. Егер мына ғылым болатын болмаса, бұндай қазіргі уақытта мына WhatsApp'ымыз, видео қоңырауымыз, немесе ұшағымыз болмас еді ғой. Сол сияқты осы ғылымды жасайтын кімдер дейтін болса, ғылымды жасайтын осы жастар. Бұл ғылым негізі университетке келген кезде пайда болмайды. Ғылым деген мектеп кезінен, бастауыш сыныптан бастап пайда болады негізі. Оны дамытатын сіздер мұғалімдер, студенттер, болашақ мұғалімдер ғой, осы сіздер. Жалпы осыны айтқым келді. Енді тағы да бір нәрсе,
бағана мен айттым ғой, кішкентай ғана нәрседен басталады дегенім, мысал ретінде мен кеше ойлап отырдым, қандай мысал айтсам болады деп. Мысалы, экология деген тақырыпты өтейік. Бізде мысалға қазақ тілін өтсе де экология деген тақырып бар. Кейбір оқытушылар мысалға айтады, бұның не керегі бар деп. Экология деген тақырыпты мектепте өтетін болса, мен өзім кеше ойлап отырдым да, әрқайсымыздың зерттеу қалай болады? Зерттеу оқушыларға кішкентай нәрседен беруден, тапсырма беруден. Мысалға, әрқайсымыз үйде су ішеміз, мектепте су ішеміз мысалға, иә. Сонда біздің үйден қанша баклажка шығады деген сияқты, кішкентай 0,5, 1 литр деген сияқты сулар бар ғой. Сіздің үйден балаларға, сенің үйіңнен күніне қанша шығады екен, аптасына қанша шығады екен, сыныптан қанша шығады екен. Осы әр үйден шыққан, сыныптан шыққан, мысалға, көшеден шыққан баклажканың мысалға, жаңағы баклажка не дейтін жалпы, соның экологияға қаншалықты зияны болып жатыр екен дегеннен ақ бастауға болады мысалы. Өткенде бір қазақ қазір енді биыл ғой, сол биылдың бір мұғалім айтады, бастауышқа қалай мен ғылыми жұмысты бердім деген кезде, қазақтың ою өрнектері деген тақырып, жалпы неде бар екен өздерінің тақырыптары. Бізде көбіне ғылыми жұмысты мұғалімдер берген кезде, енді зерттеу орталығының директоры болған кезде қол қойыңыз деп жіберіп, ал келеді ғой енді ғылыми жұмыс берейін деп едім деп. Сол кезде бізде тақырып көбіне сабақтың шығып кетеді ғой. Сабақта оқылып жатқан, 8-ші сыныпқа ғылыми жұмыс беретін болса, 8-ші сыныптың аясында емес, ол анау сыртта тыс қосымша жұмыс істейтін тақырып беріп қоюы мүмкін. Ал негізі сол тақырып қайдан шығады? Тақырып ең бірінші осы сыныптағы тақырыптарда. Жаңа қазақтың ою өрнектері деген бастауыштың балаларына осы тақырыпты берген кезде, ол мұғалім былай беріпті. Ою өрнекті білесіңдер ғой, иә, білеміз. Әрқайсысы үйден қай жақта қазақтың ою өрнектері бар. Мысалға бір ыдыста болады, кесемізде болады, мамасының орамалында болады, киімде болады. Соның бәрін фотоға, суретке түсіріп келіңдер депті. Бастауыштың балалары енді қуана істейді ғой енді оны. Содан бір апта бердім дейді. Бір апта оны фотоға түсіреді, суретке түсіреді, барлығы жинап суретті алып келеді. Енді осыны бір апта береді, топтастырыңдар дейді. Яғни сонда тек қана ыдысқа қойылатын ою өрнек бар, мына жақтарда тұратын ою өрнек бар, пердеде, басқа жақта, киімде, и содан кейін барып ары қарай жоғарғы жақ орамалға бөлек ою бар бізде, шалбарға бөлек ою бар. Міне, осылай балалардың әр апта сайын қызығушылығын оята отырып, ең соңында мықты шыққан, енді ғылыми жұмыс бірігіп істеледі ғой оқушыларға. Сонда мықты шыққан ғылыми жұмысты беріп, содан орын алған екен. Негізі жалпы осылай. Ғылыми жұмыс дегенде мына бізде оқушыларға ғылыми жұмыс бер десе, бір диссертация жаз деген сияқты ойлап кетеді мұғалімдер. Ондай емес. Бұл ғылыми жұмыс деген өте қызықты нәрсе. Көшеде кетіп бара жатқан кезде де көше кешке дейін жасай береді, бұзыла береді. Осы көшені бұзылмайтын 100 жылдыққа қоятын не бар екен дейтін оқушы шығаруымыз керек қой бізге, негізі. Сонда жалпы осындай. Содан кейін барып, қазіргі уақытта мына мектеп пен ғылым арасындағы алшақтық та бар екен. Мен осыны зерттеу орталығының директоры болып жүргенде байқадым. Университетке келген кезде мұғалімдер тек қана қол қойдырту үшін келетін сияқты да енді. Ал негізі университет пен міне қыздар университеті, біздің СДУ университеті, Сүлейман Демирел деді ғой, бірақ Сүлейман Демирел емес, қазір СДУ университеті. Колхоз университеті мен мектептер байланысып, бірігіп жұмыс істейтін болса, мықты оқушылар шығады, мықты ғалым шығады, мықты бізде ғылыми жұмыстар шығады негізі. Жалпы қазір кішкене көпір жоқ деп жазып қойды байқағаным. И содан кейін барып проблеманы біз қалай қоюымыз керек? Мына жерде мектепте неге үлкен ғылыми зерттеу жоқ? Бағана ғана мен айтып өттім, яғни үлкен зерттеу бұл деген сыныптан тыс тақырып емес, тек қана сабақтың үстіндегі балалармен, бағана Айсұлу ханым айтқандай, мұғалім мен баланың бірлесіп, ойнап жүріп, араласып жүріп жасайтын жұмысы ғой. Сонда бұл енді ғылыми жұмыс өте қызық болады. Сосын осы зерттеуші буын қалыптастырудың 5 бағыты деген кезде, барлық сабақты зерттеу элементтерімен осылай өтетін болса, содан кейін мен тағы да бір жерде қазір айтып жіберейін, болғаннан кейін.
Енді мыналарды қатты түсіндіріп жатудың қатты керегі жоқ. Ең негізгісі нені болса да оқушы болсын, мұғалім болсын, неге деген сұрақпен басталған дұрыс негізі. Бұл енді ұзақ болып кетеді-ау деп ойлап тұрмын, 10 минутқа шықпайды ғой деп. Мұғалімді зерттеуші ұстаз ету бағанағы нәрсеге келеді. Содан кейін менің мына жерде ұсыныс ретінде бергім келіп тұрғаны мектеп директорларына жалпы жылына бір шағын зерттеу. Бұл жерде пән бойынша емес, сынып бойынша бағанағыдай бір зерттеу экологияға байланысты болсын. Жай ғана мысалға біз бәріміз WhatsApp-ты қолданамыз, тілге байланысты. WhatsApp-ты қолданатын болсақ, қазақ тілі мұғалімі болатын болса, қандай беруге болады? WhatsApp-та қандай сөздер, көбіне қандай орысша сөздер жиі қолданылады? Мысалға, көбіне қысқартып жазу, ұзақ нәрсені жазуға ерініп отыратын бір қысқарта салатын бір студенттер білесіздер ғой, сөздерің бар. Сондай қандай сөздер солар жиі қолданылады? Немесе көбіне қай жерлерде, мысалға, көбіне дегеннің орнына и қолдана салады деген сияқты бар, ол қ болса қ қолдана салады. Осының барлығын сынып болып жинаса да болады. Сынып болып жинап, ар жағына одан кейін қанша сөз жиіліп, мысалға, туысқандар деген группада мынандай екен, сыныптастар деген группада мынандай екен деген сияқты болады ғой, өзі группаға бөліп, барлығы бірігіп, әрқайсысы жеке-жеке жасайтын болса, осының өзі ғылыми жұмыс. Ең соңында барлығы жабылып отыр, сынып жетекшісі бар, оқушылар бар, себебін анықтайды. Неге? И осы кезде сауалнама алына бастайды. Енді зерттеу негізі қазір көбіне мұғалімдер былай ойлайды да, барлық материалды жинап, қосып беретін болсақ, бұл ғылыми жұмыс деп. Бұл ғылыми жұмыс орын алмайды. Не себепті? Біз өзіміз зерттеуіміз керек. Ал жаңағыдай балалар өстіп жүгіріп жүріп істейтін болса, үлкендерден, ата-аналардан сауалнама алатын болса, не үшін мынаны жиі қолданасың? Менен сұраса да ойлаймын, не үшін? И сосын өзімнің жауаптар болса, айтам мынандай. Яғни 30 пен 40-тың арасында былай қолданады екен, мына сөздерді қолданады екен, 20-да, 10-да деп, осыдан ғылыми зерттеу жұмысынан шығара беруге болады. Ғылыми зерттеу жұмысы деген анау Абайдың кезін, Махамбеттің кезін зерттеу емес, дәл қазіргі өз жерде отырған адамдардың күнделікті әрекетінен де мықты ғылыми жұмысын жасауға болады. Сол бірінші менің ұсынысым өстіп, енді ойын ретінде де білмеймін ғой, қандай әртүрлі іс-шаралар болатын шығар мектепте. Сол ең мықты сынып ғылыми жұмысын жасаған бәленбай орынға ие болады, мынандай жүлделі орын бар, мынандай сыйлығымыз бар десе жасайтын шығар деп ойлаймын. Одан кейін lesson study мен action research элементтерін қолданса дедік, бұл бірігіп отыр, тек қана, мен пәнаралық зерттеу орталығы дедік қой, бір ғана пән емес, мысалға ағылшын тілі мен қазақ тілі, сосын информатика қосылатын болса, мықты бір ғылыми жұмыс шығады. Мысалы, экологиядан кімдер береді? Экология тағы да, IT, тіл, солардың бәрі бірігетін болса, мықты ғылыми жұмыс шығады. Не себепті бізде терминдер қазіргі уақытта онша дұрыс емес дейміз. IT саласы, тек қана IT саласын ойлайды, қазақ тілі саласы терминді аударатын болса, IT саласынан онша жақсы емес деген сияқты да. Солардың бәрінің басын бірігіп отыр, жұмыс істесе, сонда мықты жұмыс еді. Сапалы жұмыс шығады деп айтқым келіп тұр да. Lesson study дегеніміз бір-бірімен сөйтіп бірігіп сабақ өту арқылы мұғалімдер осындай нәрсе жасаса болады. Содан кейін университет ғалымдарымен, яғни серіктестік жасау дедім. Енді университет қабырғасында отырғаннан кейін міне қыздар университетімен де бірден өстіп серіктестік жасап, мысалға мына жақта 4-ші курстың студенттері бар. Бұлар диплом жазып жатыр. Бұл студенттердің өзі мектепке барып, волонтер ретінде жұмыс істеуге болады ғой. Мысалға, бір ең мектептегі ғылымға жақсы деген оқушыларды, бізде мысалға СУ университетінде сондай. Егер бірінші, екінші курста, егер нашар болатын болса бала, 3-ші, 4-ші курстағы жақсы оқитын студенттер волонтер ретінде соларға көмектеседі. Сондай нәрселер істеуге болатын шығар деген енді ұсынысым, енді білмеймін. Жалпы сосын бар, ғылыми орта жобаны дамыту үшін не істеуге болады деп өзім ойладым. Сол уақытта жас зерттеушілер клубы дегенді
жаңағы мен айтып отырған университет пен мектеп біріге отырып жас зерттеушілер клубы дегенді біріктіріп жасайтын болса, бұл күшті жақсы дүние негізі. Өйткені мен пәнаралық зерттеу орталығында отырып жүрген кезде 3-4 курстың мен зерттегім келеді, мақала жазғым келеді деген студенттер маған көп келді. Яғни соларға айтамын да, сендер енді болашақ мұғалімдерсіңдер ғой. Мектепке пайдалы бір нәрсені ойлаңдаршы деймін да. Мысалға біз мобильді қосымша дейміз, YouTube каналдағы сабақтар, платформалар. Шетелде, бағана шетелде айтып жатыр ғой, шетелде лабораторияның өзі онлайн. Мысалға біз енді міндетті түрде бір нәрсені қосқан атыну керек, мынандай деп офлайн жұмыс істейміз ғой. Олардағы лабораторияның өзі онлайн. Оқушылар, яғни сонда, бірақ енді ағылшын тілінде бұл лабораториялар, соның қазақшасын, орысшасын жасауға болады. Оқушы өзі ана бір нәрсемен, бір элементті қосып онлайн жасаған кезде, бұның өзі де оқушыға қандай мықты көмек, сосын барып аппаратураға бәленбай ақша керек, мынаған ақша керек, кабинет жоқ деп отырмаймыз мысалға. Осындай STEM Lab дегенде нені алуға болады деп ойладым. Сосын әдебиеттегі зерттеу мектебі. Әдебиеттен де мысалға бізде енді бар ғой жақсы кейіпкер, жаман кейіпкер деген. Мысалы, білмеймін, жаңағы Қодардың әрекеті не үшін осылай болды деген сияқты нәрсе болады ғой. Енді ол Қодарда адам пенде алашаларын жаратқан, бірақ оның бір әрекеті дұрыс емес болып қалды. Не себепті деп ойлайсың деген сияқты нәрселермен де өстіп әдебиетті талдау арқылы да зерттеу жұмысын істеуге болады деп өзім ойладым. Аптасына бір рет осы студенттермен бірге отырып, бұл студенттер де болашақ мұғалім, олар да мысалға осы мұғалімдікке араласатын шығар осы бойынша. 30-40 мектеп қана қойдым. Жалпы енді біз көбіне сосын ғылыми жұмысқа бізді комиссия ретінде шақырады ғой. Сол кезде байқағаным, мына Google Scholar, Google Академия дегенді көп мұғалімдер, мектеп мұғалімдері қолдана алмайды. Көбісі алмаған кезде алатжақ, бірақ енді оқушылар көбіне қайдан алдыңыз десе, интернеттен алдым дейді. Сол енді ресурс қай жерден алынды? Интернеттен алды. Интернетте егер қазақ тілінде осы мәлімет бар болатын болса, орыс тілінде осы мәлімет бар болатын болса, бұл несіне жаңалық? Былай қараған кезде. Қазір міне, ChatGPT дегеннен біз қашуға керек жоқ. Мысалға біз ағылшынша оқи алмаймыз ба мақаланы? Онда ChatGPT-ге саламыз да, осы мақала туралы айтып бер, түсіндіріп бер. Мысалы 100 мақала алсақ бәріміз оқи алмаймыз ғой. Сөйтіп ең негізгі 10-ын жинаймыз. Осы оқушыларға да ChatGPT-ді дұрыс қолдануды үйретуіміз керек. Яғни қазақ тілден, орыс тілден алған материалдар ол жаңалық емес. Ол қазақ тілде, орыс тілде бар болса, ол қорғалып қойған тақырып деген сөз. Онда біз мақаланы ағылшын тілінен алуымыз керек. Сосын онлайн лабораторияға айттым. Сосын Excel-ді Google Sheets дегенмен жұмыс істеуді үйрету дедім. Жалпы менің енді ұсыныстарым осы. Мен университет зертханашы ашық есік күндері дегенді де ойладым, енді білмеймін. Өздеріңіз көресіздер. Енді университетте наркозда да бар, сіздерде де бар, жаңа көріп видеода көрсетіп жатты, зертхана. Сосын тек қана зертханамен емес, студенттермен де ғылыммен жақсы, ол жақта да клубтар бар шығар, солармен байланыс. Сосын жаңа магистрант PhD студенттер мектепке ментор болу деп қойдым. Сосын 9 зерттеу негіздері элективті курсқа енсе де мүмкін бар шығар, оны да білмеймін. Біз енді қатты мектепте жұмыс жасай қоймағаннан не бар, не жоқ екенін білмейміз, бірақ жай ғана ұсыныс. Менің өзімнің ғылыми зерттеу негіздері деген YouTube каналда ашық тұр. Мектеп мұғалімдерін ғылыми зерттеуге оқушыларды қалай баулу керек, соған байланысты сабақтарым бар. Мына жерде мен басқа, бірақ ол басылама қойдым негізі. Бұлай компьютермен болса, басып ішіне кіріп кету керек. Тіл жұмсар деген платформам бар. Бұл шетелдіктерге қазақ тілін үйрететін платформа. Бұл жерде видео сабақ, барлығы. Егер өзге ұлт өкілдеріне қазақ тіліне сабақ беретін студенттер, оқытушылар бар болса, бұл тіл жұмсар платформасы да Google-да ашық тұр. Барлығы қолдана алсаңыздар болады. Сосын Дара мобильді қосымшасы бар. Бұл Duolingoның екіншісі деп жасағанбыз, бірақ мына жерге оның сілтемесін қоймадым. Жалпы
айтқым келгені осы, ары қарай ұзақ болып кететін шығар деп ойлап тұрмын. Мектеп ғылыми ойлаудың алғашқы зертханасы білім беруден бұрын ізденуді үйретейік дегім келіп тұр менің. Ғылымды мектепке жақындатсақ, зерттеуші буын өзі қалыптасады, жалпы айтқым келгені. Жақсы, рахмет, тыңдағандарыңызға. Егер слайд қажет болса, слайдты сосын жекеге жіберемін. Сахнада қалғаны дедім аяу, орындайтын хореография және арт менеджмент кафедрасының аға оқытушысы, PhD доктор Қанағат Жалғасбаева. Allah aşkın gülün dünyayı temizler. Devletin araşatır sizce Şurada. Söyle. Söylesin. Пропадай, это слышно. Голой да. Это сахнада Томирис ансамблі солистері ғасырлар саз әуеніне қойылған қазақ биі кесте, орындайтын сазген сары оркестрі, биді қоюшы Көкетов Берік Алпысбайұлы. Қабыл алыңыздар.
Біздің бүгінгі шарамызға келіп отырған, мектептен келіп отырған әріптестерге, директорлардың атына келіп отыр, жалпы директорлардың өзі де отыр арамызда. Сіздерге көп рахмет. Бүгін барынша біз өзіміздің университетімізді таныстыруға тырыстық. Сіздермен бірігіп отырып, болашақта қазақ тілін үйрету, қазақ тілін меңгертуге байланысты сонымен қоса ғылыми зерттеу жұмыстарын бірігіп жасаймыз деген ойдамын. Көп рахмет. Бүгін осы конференциямыз аяқталды. Енді кішігірім хабарландыру. Келген қонақтардың барлығы кетіп қалмай, қазір бірінші этажда 110 кабинетте фуршет болады. Сол жерде ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз бірге. Осымен конференциямыз аяқталды. Сау болыңыздар. Завершение, да?